Үшінші тарау. Қалайда да кеш жүргіземіз. Ләйлә институттағы кешке дайындалуда. Әлгі бейтаныс жігіттерді шақырған поэзия кеші. Оларды шақырып алып, енді өзі уайымдап жүр. Болады ма, болмайды ма, сенім жоқ. Бабетта, оны жасау да қияметтің қияметі. Ол жақсы тұру үшін шаштың арасына салатын шиньон керек. Талай рет ұзын бұрындарын қырқып, сол қырыққан шаштан шиньон жасағысы келген. Бірақ соны құнттамай қойды. Әсіресе қазіргі ыстықта қырықса, тіпті керемет емес пе, жеңілдеп қалар еді. Бірақ Амангелді келмесе ғана қырқам деген өзіне өзі берген уәдесі бар. Сосын бата алмайды. Үмітін үзгісі келмейді. Әрең дегенде ұзын бұрымдарын түйіп, түйрелі болған соң, ақ жейде мен юбкасын, аяғына жай табан жеңіл туфлиін киіп, қабырғаға ілінген айнадағы бейнесіне риза. Институттың құрамасы үшін талай рет жарыстарға қатысқан Ләйләнің үстіндегі жейдесі оның сұңғақта сұлу сымбатын аша түскен. Бәтес таңертең саттармен және басқа да студенттер тобымен Горный гигант ауылына алма ағаштарының діңін ақтауға кеткен. Сөйтіп жүріп, ол құрбысын да ұмытпай, оның таңғы асы, күріш ботқасы мен шұжық дайындап, бетін майлықпен жауып кетіпті. Бәтесім менің, туған әпкемдей болып кеткен құрбым. Тұрмысқа да бір күнде шығамыз деген едік. Мен Амангелдіге, сен саттарға. Не болып кетті өзі? Сен саттарыңмен сенбілікке кеттің, ал мен отырмын, жалғыз өзім ботқа жеп. Көзінде іркілген жасты сүрте салған Ләйлә үстелінен тұрып, ортақ асханаға барып, ыдыстарды жуып, жинастырды да, дәлізде кездескендермен жүре амандасып, сыртқа шықты. Цок-цок, көшеде келе жатып, өкшесінің дыбысын еріксіз тыңдап келеді. Октябрь көшесінің бойында биік ағаштар бой түзеген. Шие мен алманың ақ гүлдері мен өрік ағашының қызғылт гүлдері асфальттың бетін көміп тастаған. Ләйлә өзін бір ақсүйектің сарайында әдемі киінген жас жігіттердің ортасынан өтіп бара жатқандай сезінді. Қандай ғажап кезеңдер болған. Адамдар мен киімдерінің сән салтанаты қандай десеңізші. Ләйлә институттың үлкен үйімен есігін әрең ашты. Кіре берісте ортадағы салтанатты баспалдақ та бос. Халық жан-жаққа тарап кеткен. Тек деканаттардың қабылдау бөлмелеріндегі теру машиналарының дыбыстары ғана сұп-суық сталиндік кезең ғимаратына жан бергендей. Шаймерденова, сен қайдан жүрсің? Ләйлә селк ете қалды. Ойбай-ай, зәремді ұшырдың ғой. Не болды сонша шошып? Тойға баратындай боп, неғып жүрсің мұнда? Деді Зира мұрнындағы көзілдірігін жөндеп жатып. Зира ұзын шаштарын ортасынан қақ бөліп, алдына түсірген. Сондықтан ба, онсыз да сопақша келген бетіндегі дөң мұрны бұрынғысынан да қоңқақтау көрінеді. Комсорг Зира осы Ләйләні ұнатпайды. Бірақ неге екенін бәрі осы қызға үйіршіктеп жүреді әйтеуір. Ләйлә бірден өзіне өзі келді. Зира, мына әдемі пиджагының жағасына нәзік лалагүл жапсырсаң, күшті болып кетеді. Мен Едіге мен Марфузаның үйлену тойына сондайдың бір шамасын жасадым. Саған да жасап берейін бе? Менің пиджагымда нең бар? Одан да өзіңді ойла. Студенттер отрядына бару үшін мінездеме керек. Сосын сен тағы да мүшел жарнаңды төлемедің. Деп күңкілдеп қоя берді Зира. Ләйләнің Зираға қаны қайнап кетті. Бірақ оған жүйкесін тоздырғысы келмейді. Осы Зира ғой, Ләйләнің үстінен алдымен комсомол, сосын тіпті партия ұйымына арыз жазып жүрген. Сондықтан жүрген жерлерінде бәле іздеп жүретін мұндайларға сылтау бермеу керек. Жүйкемді жұқартатын кім ол сонша? Ләйлә кішкене сөмкесін алып, әмияннан 2 тиын шығарып Зираға берді. Міне, өткен айға кім төлейді? Міне, тағы да 2 тиын. Зира ақшаны алып, сөмкесінен журналын шығарып, Ләйләға қол қойғызды. Ләйлә қолын қойып, комсоргқа қарамастан кетіп қалды. Тіпті көрмей-ақ қояр еді осы сұр жыланды. Бірақ амал жоқ.
Әзір осында бола тұруға мәжбүр. Мінездемесін жөндеу керек. Қолынан келсе, мына комсорг оны барса келмеске қуана айдап жіберер еді. Бет аулақ. Баспалдақпен жүгіре көтеріліп, екінші қабаттағы дәліздің ең шеткі бөлмесіне орналасқан деканатқа қарай тездетіп жүріп кетті. Деканаттың сыртқы есігі қара дермантинмен қапталған. Екінші есігі ағаштан жасалған. Осындай екі қабат есіктердің мемлекеттік мекемелерде не үшін керектігін Ләйлә түсінген емес. Сонша кімнен қорқып, кімнен жасырынады? Әлде тыңшылардан қорқа ма екен? Әзира үнемі саусағын ерніне апарып, үй артында кісі бар дейтін. Бақытжан аға! Келдің бе? Ерте ғой әлі. Домбырашылар дайындығы кешке емес пе еді? Өздерің асысыңдар. Көп ауылдарына кетіп қалды. Мен басқа шаруамен жүрмін. Бақытжан аға басын көтермеген күй жазуын жалғастырып жатыр. Ал, айт, неге үндемейсің? Маған қарама. Тыңдап отырмын. Қандай шаруа? Бүгін кешке залда поэзия кешін өткізсек бола ма? Домбырашылар оркестрінің басшысы сонда ғана басын көтеріп, Ләйләға сұраулы жүзбен қарады. Бізге керек. Ләйлә бет орамалын жылмалап қысылып тұр. Тіпті сап-салқын бөлмеде маңдайынан тер бұрқ ете қалды. Сендерге керек болса, біз не істей аламыз? Міне, ала ғой. Бақытжан аға Ләйләға мәжіліс залының кілтін берді. Бірақ байқа, басыңмен жауап бересің. Бар жауапкершілік сенің мойныңда, Шаймерденова. Аға, уайымдамаңыз, ұятқа қалдырмаймын. Қуанышы қойнына сыймай ұшып келеді. Кішкене де болса көңіл ауланатын болды. Амангелді туралы ойлай беруден шаршадым. Амангелді. Столичныйдан қайтарда крем араласқан тәтті жеп келе жатып, сенің әзілдеріңе шегім түйілгенше күліп едім. Сонда қатты күлгенім соншалық, ана тәттінің бетіндегі ұнтақ сенің пиджагыңа шашыраған еді ғой. Қазақстан кинотеатрының алдында қалтырап, тоңып тұрғанда, менің қолымды өзіңнің деміңмен жылытқаныңды қалай ұмытайын. Сондағы сенің көзіңдегі жылылықтан жүрегім ұрып кетіп еді. Менің жүрек қағысымды естіп тұрсың ба? Деп сұраған едім ғой сонда. Қымбаттым, сүйіктім менің, қайдасың сен? Ләйләң әбден сарғайды ғой сағыныштан. Ләйлә жазғы Алматы көшесімен келе жатыр. Оның Алматыдағы оқуының бітуіне 1 жыл ғана қалды. Амангелді екеуі осы Алматыға қалуға сұранғалы жүрген. Ол инженерлікті оқиды, заводта жұмыста бар, басшылық оны білікті маман ретінде қалада алып қалуға тырысады. Сөйтіп жүргенде Павлодардан телеграмма келді. Нағашы ағасы қатты сырқаттанып қалған екен. Соған шұғыл көмек керек болып қалған. Сол күні АХБК-ның бас инженерінің көмегімен бірінші рейске билет алды да ұшып кетті. Сол кеткеннен жоқ. Енді мен сол бас инженерге барып, ең болмаса Амангелдіні телефонға шақырып бер демеймін ғой. Бірақ неге сұрамасқа? Тура ертең сол бас инженерге барамын. Олар өздерінің мамандарының қайда жүргендерін білулері керек қой. Ал мына жігіттерді не істеймін? Әлгі бүгін кешке келетіндерді. Қойш, олар келмеуі де мүмкін. Кеше ұрттап алған шығар, соның қызуы болар. Мен де жоқ жерде солармен қылымсый қалдым ғой. Ұятай, жігітіңнің жақыны ауырып жатыр, сен басқаларға қылымсып қылмаңдап жүрсің. Ой, қойшы, сонша не істедім? Бар болғаны солармен тілдескенім бе? Тиын лақтырып тыныштықты бұзған өздері емес пе? Мен оларды жеке кездесуге емес, ортақ жиын, поэзия кешіне шақырдым ғой. Өлең оқып тыңдағанды бәрі жақсы көреді. Қыздардың бәрін ертіп аламыз. Біздің қабаттағы Мұқағалидың кез келген өлеңін жатқа оқитын ана қызды да ертеміз. Ал өзің көгілдір алаудың жүргізушілер сияқты киініп алып, поэзия кеші, комсомолдық рух кешін жүргізесің. Комсомолды араластырмасақ болмайды. Зира білсе тағы да арызды топырлатады ғой. Ал маған Алматыда қалу керек. Петропавлға бармаймын.